Ал Ирод патша Жақия пайғамбарды зынданға салып қойды. Өйткені ол патшаны өз ағайынның әйелін алғаны үшін айыптап еді. Не жаңалық? Біз Найын қаласының қақпасына таяғанда, қарсы алдымыздан қаралы топ жолықты. Өлген адам жесір әйелдің жалғыз ұлы екен. Шерлі ананы көріп, Исаның жүрегі қасіретке толды. Ол табытқа қолын тигізіп, балақай тұр орнынан деді. Өлік тіріліп кетті. Иса оны жылап еңіреген анасына табыс етті. Сендер оған барып, келетін құтқарушымыз Мәсіх сенсің бе? Әлде басқа біреуді күтейік бе деп сұраңдар. Ұстаз. Ұстаз. Бізді біліп келіңдер деп Жақия жіберді. Біз күткен құтқарушымыз сізсіз бе? Әлде басқа біреу келе ме? Жақияға барып не көріп естігеніңді айт. Зағиптардың көз ашылды, сал болғандар жүретін болды. Маған сенгендердің бәрі бақытты.